Еліміздегі жастардың басты құндылықтарының бірі асқақ абырой, іске адалдық, туған жерінің атын шығаратын еселі еңбек. Қазақстандық патриотизм бұл этникалық айырмашылықтарға қарамастан, қоғамның барлық өкілдерінің басын біріктіретін ұлы сезім. Қазақ халқы ғасырлар бойы туған жеріне, ана тіліне, өз мәдениеті мен дініне деген махаббатын сақтап келген текті ел. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Қазақстан Республикасының Конституциясында делінген. Дін мемлекеттен бейтарап саналғанымен, дін мемлекет тіректерінің бірі, рухани тірегі болып қала бермек. Бүгінгі таңда еліміздің ішінде көп бөлігі діни үгіт-насихат жұмыстарын екпіндете жүргізіп жатқан әртүрлі діни бағыттағы бірлестіктер мен жат миссионерлердің істері халқымыздың, ұлтымыздың келешек болмысына, ата дініміздің өркендеуіне деген алаңдатушылығын туғызып отыр. Дінге шектеу жоқ екен деп, елімізде діни фанаттар әсерінен әртүрлі дәстүрлі емес ағымдар көбейе түсуде. Қызылорда Алаштың анасы атанған қасиетті мекен. Бұл мекеннен көптеген қазақ елінің мақтаныштары шыққан. Олардың ішінде қазақтың қоғам және саяси қайраткері Мұстафа Шоқай, қазақ опера және эстрада әншісі Роза Бағланова, қазақ эстрада әншісі Батырхан Шүкенов, сөзге жүйрік атақты жазушыларымыз Әбділда Тәжібаев, Зейнолла Шүкіров және Қалтай Мұхамеджанов. Оған қоса тепсе темір үзетін азаматтарымыз әйгілі боксер, 2020 жылғы жазғы Олимпиаданың қола жүлдегері Қамшыбек Қоңқабаев және ауыр атлетикадан әлемнің 4 дүркін чемпионы Илья Ильин. Жастар үшін олардың еңбегі үлгі болатыны сөзсіз. Өз мемлекетінің саясатынан хабары бар, өз елін сүйетін азаматтар экстремистік, террористік ұйымдардың шырмауына түспейтіні анық.